бабадан қалған дәстүрді қайткенде шашпауын шығармай ұрпаққа қалдыруды ойлаған жанның бірі осы Айман Кәкімқызы. Бұл кісі он саусағынан өнері тамған жан шебер ана. Павлодар қаласында тұратын Айман анамыз қолына түскен кез келген заттан қолданысқа қажетті дүние жасап шығаруға өте құмар. Ол өзінің жанындағы замандастарына осы білгенін үйретіп келеді. Ол зергерлік бұйымдарды жасайды. Түрлі моншақтардан, тастардан әшекей бұйым, ою-өрнек салынған құрақ көрпе және көпшіктерді де жасайды. Өнерінің жалғасын көргісі келеді. Байқауларға қатысып, облыстық республикалық деңгейдегі көрмелерге қатысып жүрген шебер анамыз.